Hello достар, қалайсыздар? Бүгін біз кондиционер тазалаймыз. Кондиционер тазалау үшін әлбетте маска киіп алу қажет, өйткені шаң тозаңды жұтып қоймасы үшін. Достар, міне кондиционерді тазалау үшін ең бастысы крышкасын ашу қажет. Осы крышкасын жаймендеп ашыңыздар. Достар, қатты жұлып алмаңыздар, сындырып алмаңыздар кондиционердің. Кондиционер әрине ол арзан нәрсе емес. Ал достар, осы жердегі фильтрлер көріп тұрған шығарсыздар, осы оң жақ және сол жағында фильтрлерді бірдей алу қажет. Бұл фильтрлерді мен 2-3 күн бұрын тазалап қойғам. Негізі сіздерге просто видеоға түсіру үшін сіздерге пример ретінде көрсетіп жатырмын, қалай фильтрді алатын. Осылай фильтрді жаймендеп аласыздар да. Достар, міне жаймендеп фильтрді алдық. Енді осы фильтрді тазалау қажет. Сіздерде бұл шаң болып тұрған шығар. Менде 2-3 күн бұрын тазалағаннан кейін аппақ тап-таза болып тұр. Сіздер оны жақсылап жуыңыздар да кептіріп болғаннан кейін барып кондиционерге салыңыздар. Міне енді крышкасын жай жабамыз әдемілеп. Осыдан кейін енді өздеріңіз де байқайсыздар, таза ауа жұтып, кондиционердің фильтрі тазаланғаннан кейін бір свежий ауа келетін болады. Міне осылай достар, ай сайын бірі тазалап тұру керек.